Берік отбасы, берік қоғам, берік ұлт. Қаланың 100-ден астам қыз-келіншектері аталған тақырып төңірегінде пікір алмасты. Жиынға Ақтау қаласының арнайы психолог мамандар келіп қатысты. Берік отбасы берік мемлекетті қалыптастырады. Ал берік отбасыны қалыптастыру үшін не істеу керек? Мамандар пікірлерін ортаға салды. Ең бай адам рухани бай адам. Сенің руханин қанша көп болады, сен сонша бай боласың. Ең байлық ол сенің отбасың. Қалай сен мықты боласың отбасыңа, сол жемісін көресің. Балаға қандай тәрбие бересің, дәл солай ертең. Біздер өмір бойы жас болмаймыз ғой. Үлкейеміз, қартаямыз, 70-ке келеміз, 80-ге келеміз. Но, ұмытпаңыз, біздер қалай балаға тәрбие береміз, онымен қалай сырласамыз, қалай сөйлесеміз, қалай иығынан итереміз, солай ертең біздер үлкейгенде олар соны бізге көрсетеді. Ол не? Ош айтқандай отзеркаливает. Айна ғой ол. Бізге қарап, олар түсіреді өзіне. Отан отбасыдан басталады. Бала отбасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ержетеді. Үлкен жауапкершілік пен білімді талап ететін тәрбие саласына ата-аналар немқұрайлық танытпау қажет. Барлық жүкті балабақша мен мектепке ысырып қоймай, тәлім-тәрбиені кішкентайынан бойына сіңіру керек дейді нәзік жандылар. Сенің балаң осындай десе, ата-ана оған қарсы шығады. Менің балам өзінше біліп жүру керек. Өзі бала қалай не қылды, мен солай жүру керек деп. Біз қалай естіп жатырмыз мектепте? Қазір мектептің балабақшаның өзінде ата-аналар сен не жедің, саған кім тиді деп сұрайды мысалға. Сен тамақ бермеді ма дейді. Бірінші кім тиді, не жедің, тамақ жедің бе, жемедің бе деп. Баладан бірінші не үйренген, апай күшті ме екен деп сұрау керек мысалға. Балабақшаның өзінде сондай қазір. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Жаңаөзен қалалық аналар кабинеті қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен жиын соңында қатысушылар елімізде берекелі әрі үлгілі отбасылардың қатары көп болсын деген тілекпен тарқасты. Сәуле Жолманбет, Баққали Зиядинов, Жаңаөзен ақпарат.